Ассалаумағалейкум қазақ елі, мынау бәрімізге белгілі жақында ғана Қасым Жомарт Тоқаев Вашингтонға барып Трамп барлығы кездесіп Совет мираға барып қатысып келді. Енді мына жердегі бір Совет мира деген не, ол Трамп деген ол не үшін жасаған? Ол Совет мираға кіру үшін $1 миллиард беру керек. Қазақстан онсыз әбден қарызға батқан, халқын жағдайы нашар, қан сүйіп жатыр, жұмыс жоқ, барлығы қымбаттап кеткен, тұратын үй жоқ. Соған қарамай барып $1 миллиард соған кіру үшін беріп келді. Ол не үшін беріп жатыр? Мен бәріне белгілі, ол халық үшін, мемлекет үшін беріп жатқан жоқ. Тек қана менің күмәнім бойынша тек қана өзінің қубасын ойлап, мынау баяғыда қаңтар событие немнеде халықтың, өзінің халқын Ресейден әскерлер әкеп атқызды. Бұяқты Қазақстанда тюрма вольного поселения жасағытты, қанша полиция заключенныйлар отыр деп өзі жағымпазы ол болғысы кеп сөйтіп жасады деп ойлаймын. Оның алдында айтайын, барғанда жағымпаздық жасап $4 миллиард локомотив аламыз деді. Ол локомотив бізге жарамайды да. Онда да мен пара деп ойлаймын. Өзін тек қана басын ойлап, қу басын соларға не қылайын деп, жағайын деп. Біздің темір жолға да жарамайды, темір жол шыдай алмайды. Узкоколейка ол. Оның бағасы негізі $3 миллиард, ары кетсе $2 миллиард екен, сонда да өзі жарамайды. Ол да пара деп санауға болады. Оның үстіне қол қойып келді, бір әкесінің байлықтарын сияқты. Оңға, солға шашыратып, қазақтың байлығы, онда ешқандай құқығы бар, құқығы жоқ. Редкоземельный металлға қойды. Оны құдай біледі қандай соглашение. Баяғы нефт сияқты, мұнай сияқты 2%, 10% алатын біздің байлығымыз ашықтанады. Сөйтіп кетті. Енді келіп мінезге Совет мираға не қылды. Енді әбден жеркенішті, ұят болды. Басқа мемлекеттің олар енді президентке қарап, мынау бүкіл қазақ халқын сынайды ғой. Мынау қорған халық екен ғой. Дональд Трампты за вклад надо премию Дональда Трампа, так сказать, установить. Вы такой, до этого никто мировой, так сказать, истории политики не было. Вы только устанавливаете такой, для установления мира на планете дегендей. Я также хотел бы предложить учредить специальную премию президента Трампа Совета мира в знак признания его выдающихся усилий и достижений в миротворческой деятельности. Я уверен, господин президент, что под вашим сильным руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию. President Tokayev of Kazakhstan, thank you very much. What a country that is. It's a wonderful country and a rich country, in case anybody has any question. We have some very rich people here today. Енді масқара енді ұят бір жағынан жеркенішті, оның үстіне мойындапты, Палестина восстановлениеге, қайтан соғуға $7 миллиард ақша қосады екен. Саңыз ба? Оның әкесінің қалған ақшасы ма, не ол? Масқара ғой. Тағы басқа мемлекеттерді қосады дейді, оның үстіне аздай әскер жібереді екен ойға. Түсініңіз ба? Мынау Палестинаны қырған, Палестина кішкентай балаларға шейін атып, аштан тамақты жібермей ойға, не қылған ғыларға ешкім безопасность үшін еврейлерге, сионистерге соның өзінің әскерін жібереді екен. Сонда бізде сатанистердің ішіндегі болғанымыз ғой. Трамп деген, енді айтайық, Трамп деген мынау Барак Обама арқасында президент болды. Ол басқа тема, басқа пост айтайын. Енді ол өзі масон болмаса да маsoндардың исполнителі. Не істесе сол айтты. Масон дейтін кей миллиардер, еврей, сионистер. Сөйтіп дүние жүзінде бәрін не қылып атқан солар. Иран жалғыз мемлекет сол. Солардың банк, Рокфеллер, Морган, Дюпон, Ротшильд дейтіндердің банктерден ақша алмайтын мемлекет. Жалғыз мынау сатанистерге, сионистерге қарсы шығатын немнеге. Сол үшін ол Совет мира немнес деген, орысша айтқанда 200-дік лицемерие нағыз.
нақ десеңіз жағы бүкіл Америка, Европа, Израиль күшті оружиемен бағыс Палестинаны қырып жатыр. Октябрьский жағы 27-ші октябрьде жасаған жағы өтіріктен жағы не болған, ол Масадтың тірлігі. Сөйтіп Палестинаны әбден қырып жатыр, қан ағызып, не қылып жатыр. Түсініңіз ба? Енді соған ол қалай айтасың, ол Совет мирі, қалай ол возглавлять етеді ол. Ол нағыз жағы немне ғой. Енді мынау жалғыз Иран тұр, Израильдің талқан шығарып жүрген оплот жағы, Алла тағаланың қолдап жатқан қолдасында деп не қыламыз? Сол Иранға тиісіп жатыр. Иранды құртса, сонымен бітті. Ақыр заман көкесі басталды деуге болады. Олар жағы масоны деген жағы мынау халықтың дүниежүзінде халық көбейіп кетті, соларды азайту керек дейді. Сендер байқасаңыздар, мына Алматыда 3-4 күн бұрын самолеттер ұшып жүр, үстімізге бір нәрсені шашып жүр. Добрый день всем. Сегодня вот 18 февраля Алматы. Вот смотрите опять. Вот чистое небо. Над ним вот идет вот такой шлейф, видите? С этой стороны пошел он, круг дал, вон он, там круг дал, видите, остались следы. Вот он, там вот дал круг, видите? Там вот развернулся. Вот он идет, видите, там тонкий. Вот они. Вот. И кто скажет, что это что? Следы вот от самолетов? Я в жизни не поверю. Вон, смотрите, как оно потихоньку рассеивается и вниз прям видно падает. Вот. Самолет у нас постоянно здесь летает. Нету никаких следов за ними, ничего. А это вот чистое небо, видите, вот над Алматой. И вот следы от этих химтрейлов. И вот она, видите, вот видно там чистое небо. Вот он, ветер дует, и сюда вот она пошла, вот она, дымка, вот она. Потихоньку, видите, разлетывается сюда. Рассасывается в эту сторону города. Вот сволочи, что, будьте вы прокляты, блин. Кто это все придумал? Сколько можно уже народ, блин, травить и обманывать, а? Гады поганые. Ешкім айтпайды, Тоқаев, билік, мынау сатып алды дейтін ашын жағы, отработка өзінің не алған ақшасын, не алыватқан әкімде айтпайды, не үшін? Оның барлығы мүмкін деймін, күмән. Осындай сокращение человечества немне жасай отқан шығар. Сөйтіп адам ағзасына немнесіне жағы әртүрлі әңгіме болады, жағы митингке шықса, бір нәрсе қылса, жағы қорқынышты қылып, манқұрт қылып жібереді дегендей. Бірақ ол бәрін де айтпайды. Не үшін істеп жатыр, қандай жасап жатқан. Сол үшін мен жағы өте дұрыс емес мынау Тоқаев мырзаны істеп жатқан мынау немнені. Тек қана жақсылық істеген көрмегенбіз. Оңға солға қазақтың байлығын шашып, бір немесін ойлама, енді мынау жаңа конституция қазақ тілін құртса, сонымен бітті. Тек қана бұл конституцияның өзінің жағы полномочияны күшейтіп жатыр, бәрін жағы өзі жағы тағайындайды екен президент. Сонымен ол кімге өзіне не қылып жатыр ма, Головкинге жағы, Дариғаға ма, басқа біреуге ма жағы дайындап жатқан ма, өзі бола ма, сөйтіп бізді, мен пікірім күмән бойынша қазақтарды жоқ болып кететін сияқтымыз. Мына чукчалар, индейцтер сияқты. Сол үшін мен өте қарсымын, мынау билікте отырған адамдарға мынау КМБ, МВД бар жағы, бас прокуратура бар. Сіздер енді мына жерде үндемей отыра берсіздер, бастығы айтты, анау мынау деген әңгіме болмайды. Берді уже келешегін, халықтың келешегін, мемлекеттің келешегі жоққа болайын деп жатыр. Жоқ болайын деп жатыр. Нақ десеңіз, оңға солға шашып, әскерлерді Палестинаға жібереміз дейді. Ондай қандай әкесінің немнесі бар? Халықпен ақылдаспай, халықтың жағы сыртынан не қылып, қайдағы бір жағы әйелі жағы Ресейде жүр, баласы Ресейде жүр, жіберсін соларды. Қандай құқығы бар?
Сол үшін жағы мен не қылып жатқан себебім жағы мен қарсымын жағы Палестинаға жіберетін немнесін қарсымын ақшаларды беруге. Онда қандай не істейді ол Совет миріде? Анау ақшаларды бергенде де қарсым. Мемлекет қарыз, халық қан сүйіп жатыр, қымбатшылық. Оның ішінде мынау конституция, оның үстіне мына жерге не патейін болса да қосайын деп, мына жерде кейбіреулер боттар жағы билікте істеген жағы немнеге адамдар мен конституцияға қарсы емеспін жағы деп шығарып отыр. Олардың бәрін фамилияларын жаздыра беріңіз, олардың бәрі ертең жауапқа тартылады. Түсіндіңіз ме? Бұл конституция нағыз мынау қазақ халқы, қазақ тіліне немне жасап жатқаны, қастандық жасап жатқаны. Тілден айырылсақ енді бәрін айырылып қойды ғой. Бәрінен айырыламыз енді. Соған келді бат, мұнан көріп атсыз ғой жағы, кей жағы немнелерін, соттың өздері, жағы, прокуратураның өздері, қазақ пен орысша не алып қалса, кім кінәлі? Қазақ кінәлі. Шымкентте қазақты, өзбек немнелер не алып кетсек, кім кінәлі? Қазақ кінәлі. Ақ өзбек кінәлі. Олар палауын береді, кішіне тамағынан полицияға, жағы, мантыс немнен береді. Сөйтіп ойбай, ана шо дейіп бізді билікті бүйтіп бұрап жатыр, ол жағы берді Қазақстан жағы погода жасап жатқан сол деп, содан қорқады үлкен қызметкерлер адамдардың өздері. Сол үшін жағы қазақ халық жағы мен пікір күмән бойынша үшінші сорт болып кеткен сияқты біздің Қазақстанда. Сол үшін мен ұзын сөздің қысқасы мынау Тоқаев мырзаның жағы немнеге барып, аналарға келісімге жағы Совет миріға кіріп, анау Палестинаға әскерді жіберем, оған 7 миллиард па, басқа миллиард долларды қосам, бір әкесін болса, оған бәріне қарсыпын. Анау Дональд Трамптың жеке басына келсек, ол жақында бәріне белгілі жағы Джеффри Эпштейн дейміз, соның жағы архивтерін рассекреттетті. Соның ішінде видеоға сенсеңіз жағы Эпштейнмен дос екен. Сөйте кішкентай қыздарды 8-7 жасар қыздарды әкеліп, солар зорлайды екен. Солардың видеосы сенсек, сөйтіп оларды өлтіреді екен, батыстың видеосына сенсек, сөйтіп өлтірген алдында әтей қорқытады екен. Сонда қорқытқанда кішкентай балалар енді ужас болады ғой, қорқытқанда олардың қан структурасы ауысады екен. Сөйтіп именно сондай қан керек, мұна сатанистер ғой, шайтандардың тірлігі ғой, мұна иблистердің тірлігі ғой, солардың исполнительдері ғой. Сөйтіп оның қанын іше ме, жоқ, тортқа жағып жей ме, сөйтіп бір нәрсесі бар. Өздеріңіз ойлай беріңіздер. Баяғыда мен орыс мектеп бітірдім ғой. Кей орыс достар, солардың жағы Пасха дейді, солардың немлеріне барамыз, қазақтардың жағы оразасында кеп не алады дейді. Сонда солардың шешелер, әжелер айтатын еді, осторожно, немецкие жағы праздники идут, ой, кешіңіздер, еврейские праздники идут, они убивают детей, и их кровь мешает каким-то тортом, хлебом, и это едят деп. Сөйтіп айтатын еді онда, 65-70 жылдар. Кем біз ойлайтын екен, ішінде баяғы байке шығар ма деп, не қылып, еврейлер осындай деп. Енді сондай болып шығып отыр ғой, нағыз сатанисттер өздерінің бетін көрсетті қандай екен. Сол немнеге кірді жағы. Біздің жағы Тоқаев сөйтіп, осыншама ақша әшейін кіріп не қылса мейлі ғой. Политика деп, мен политика сөйтіп алдап солдап. Ақшаны беріп отыр, ол ақшаны халықтың ақшасы. Жағы 4 миллиардтан басқа тағы мынау Палестинаға восстановление, әскер жіберем дейді сойға. Жағы мынау сионистер жақтау үшін жағы кішкентай балаларды өлтіріп қинап, кемпір шалдар не алғандарын. Олар нағыз преступление против человечества жасап жатыр. Қазіргі Израиль сионистер. Соған бізді де қатыстырып жеді. Айтпаса, внешний политика деп қалай не болады? Внешний политика болғанда, внутренний политиканда да шток не алып жатқан жоқ. Мысалы, Өзбекстанға беріп кеткен жағы Юсуповтың кезінде, басқасының кезінде бостандық аудан сұраған жоқ. Талап еткен жоқ, қайтарыңдар деп. Бізде бұлай рычаг олар Өзбекстанда давление жасауға. Көкежаки деп алып қойға қайтадан орнына. Арнасайский водохранилищені соқтырып қойды, бізге суды жібермейді. Шо дейіп басқа өзбекский немпіртпені тонатқызып жатыр. Олардың следователдер кеп, біздің немлерсіз бұрынғы қарақалпақ азаматтар, Қазақстан азаматтар кеп әкетіп жатыр. Соның бәріне түк не қылмай, енді тек оңға, солға, мынау жағы Совет миріде істеп жатқан тағы да масқарасы бар. Оның мен пікірім күмән бойынша ешқандай құқығы жоқ, ол әкесінің байлығы емес. Біз онсыз да Қазақстан халқы қан сүйіп, не жерін білмей жатыр.
120 мың, 250 мың ары кетсе айлықпын. Ондай да жұмыста жоқ. Оғанда да пара беріп кіру керек. Барлығы қаңғырып жүр жағы. Дүниежүзінің барлығы жағында. Сол үшін жағы мен осындай жағы Тоқаевтың тірліктеріне, осында жасаған немнесіне қарсымын. Мынау жағы изменение конституции дейді. Ол дегенде қазақта ешқандай жақсылық әкеліп жатқан жоқ. Халқы тек қана орыстарға жағдай жасап отыр. Мен айтқандағыдай мынау келе жатқан мынау айтып ғой, большая еврейская игра деп соғыста. Олардың пландары мынау масондардың планы жағы Трамп олардың исполнители, член емес, олардың солардың қуыршағы деуге болады мен пікірім бойынша. Олардың бәрінің тірлігі, оның бәрінің тірлігі. Жағы мынау қазірге дәжелді күтіп отыр. Баяғыда Құранда жазылып қойған, хадисте жазылып қойған, орыстар антихрист дейді, соны күтуге. Мынау Иерусалимді де алып атқан сөйді новый храм соқпақшы. Сол енді біз солардың ішіне кіріп кеттік. Жағы Тоқаев мырзаның немнесін, Тоқаев жағы арқасында. Олар Украинаға запасной аэродром сияқты еврейлер тығады, Ресейге еврейлер тығады. Будущий отход всей еврейской мировой диаспоры в Россию. А у России огромное пространство. Можно будет сделать железный занавес от Китая до Средней Азии. Сибирь, да? И все евреи, да вот в европейской части здесь. И здесь создать, наконец, вечное государство, где евреи успокоятся, так сказать. Расчленим все славянские народы, а их 300 миллионов, половина русских, на маленькие ослабленные страны. Стравить между собой, втянуть их в междуусобные войны с целью взаимоуничтожения. Соғыс тоқтатам десе, баяғыда тоқтаттым. Қанша ресейлерді уже өмір кетті. А мына орыстарды бізге тығады, түсіндіңіз бе? Сөйтіп біз Америкада индеец сияқты болып жүреміз. Соған келтіріп жатыр олардың бәрін. Қазақстанды жағы Малороссия қылып, жағы тілді бірге қылып, тілді бірге бұрған екен, байлық солардың көзінше жайла байқасаңыздар, Алматы, Астананың барлығы Ресейдің азаматтар қаптап кеткен, бизнесті әр жерге оларға көк свет жандырып қойған, олар жағы білген істеп жатыр. Мынау көріп жатсыздар, қазақ пен орыс екеуі не қылып қойғанда да қазақ кінәлі, соны соттап жатыр. Орыстарды жағы, оларыстар жағы недосягаемый болып, жағы голубой кровь сондай сияқты болып тұрған сияқты болып тұр. Мен қарсымын осы Тоқаевтың жасап атқан тірліктерін барлығы 2019 жылдан бері жасаған тек қана жақсылық емес, тек қана жамашылық көрсетті. Мемлекетке Қазақстанға айтсын. Онысын айтайын деп мына жерде кейбіреу мынау жаңа конституцияға біз жағы келісеміз деп шығарып атып немнеге билікке. Солардың бәрін қара списке кіргізе беру керек. Кейін оларды да жауапқа тартамыз. Мен қарсымын олардың бәріне істеген. Сіздер осы жердегі менің айтқан күмәніме, пікіріме, көз қарасыма өздерінің пікірлерін қалдырсаңыздар. Қалай қарайсыз оны? Халықтан сұрамай, халықтың байлығын оңға солға не қылады? Мынау бас прокурор, МВД, КНБ, сіздерде нақты не қылмайсыздар? Нақты тоқтатпайсыздар ондай немнені. Ертең бастығы айтты, бүйтіп айтты деген әңгіме болмайды. Алла тағаланың алдында болсын, кейін халықтың алдында болса. Сіздерде соның ішінде не болсын? Ол сіздердің жағы бүкіл Тоқаевтың ақшасы емес, жағы бір жақтан алып келген. Ол жағы халықтың ақшасы. Тонап бітірдіңдер Қазақстанды уже. Тағы да айтатын, мен осы жерде айтылған пікіріме, көз қарасыма, күмәнім өз қарастарын қалдырсаң жақсы болады. Рахмет.